Привет, мен Атмеркен Назым. Мен 108 балл жинап, енді да ЕНУ-ға, яғни Еуразия ұлттық университетіне Астана қаласына грантқа түстім. Қазір мен бірінші курсты бітірдім, екінші курсқа көшіп бара жатырмын. Ешқандай курссыз өзім дайындалған едім. Мен мамандықты бірінші санда пәндер кейін болғандықтан мен пәндерде профильный предметтер биология және география болды. Негізі мектепте мен олар қатты қызықпаған едім, сондықтан особо білмейтін, поэтому мен с нуля бәрін бастадым. Әрине ұбт жолым өте ұзақ, қиын болды, бірақ көбінде мен өкінбеймін курссыз дайындалғаныма. Себебі өзің дайындалған арқылы өз-өзіңді үйретуге болатынын түсінесің, дисциплина болады сенде. Сондықтан өзім историямды айтқым келеді, қалай дайындалғаным, не арқылы дайындалғаным, саған да көмектесе аламын деп ойлаймын. Сондықтан ең бірінші болып бізде материалдар, яғни не арқылы оқисың, неден оқисың, қалай дайындаласың. Білесің бе білмеймін, электронный книгаларды әртүрлі класстағы любой предметтікі бізде оқулық kz деген Google'да немесе вообще негізі сайт бар. Содан сен электронный кітаптарды алсаң болады, әртүрлі керегін любой класстікін. Сондықтан оны білген дұрыс. Бірақ көп негізі сайттарды мен көбінде осы видеоның астына тіркеп қоямын. Одан кейін маған ең күшті пайдаланып келген бұл YouTube болып табылады. ютубтан көп нәрсе көрсең болады. Қазақша негізі мектеп онлайн деген ютуб каналдар бар, содан көрсең болады әр параграфқа негізі. Одан бөлек бізде ютубта әртүрлі курстардың ютуб каналдарында тегін сабақтар, тегін тікелей эфирлер жүргізеді, нұсқа талдаулар жүргізеді, содан қарасам болады. Мен өзім жеке қарап жүретін, түсінуге де мысалы тарихтан да түсіндіру тегін сабақтар болады, сондықтан соны да қарап қойған дұрыс. Одан бөлек әрине өзің кітап оқығандықтан кейбір түсінбеген темаларды негізі Google'дан қарап, орысша және қазақша, даже ағылшынша білсең ағылшынша да көрген дұрыс. Көбінде ютубта мен иногда орысша қарайтын, орысша да курстар бар, сондықтан көп түрлі түсінбеген тақырыптарды түсіндіре алады осы материалдар арқылы. Одан бөлек әрине мектепте библиотекадан барып негізі жазып алса болады өзіңе керек кітаптарды. Артық кітаптарды береді негізі обычно. Осы материалдар арқылы мен почти что дайындалдым. Оқулық kz кітаптар арқылы. Еще жаттамай өз-өзіңе түсіндіру ғой бұл жерде. Негізі жаттасаң тез есіңнен шығып кетеді. Ал түсінсең, сен до конца түсініп алсаң, почти что сен есіңнен шықпайды, сен қайталаудың қажеті жоқ болады. Сондықтан түсінуге тырысу. Бірақ әрине бар кейбір информациялар тек қана жаттау қажет, тупо жаттауың керек болады. Бірақ ондайлар да бар. Мен ондайды осы шкафтарға стикерлеп жабыстыратын едім. Уақыт аз қалған кезде. Не то чтобы это помогло, негізі. Екіншісі бізде план өте маңызды. План дегенде мен екеуісін жасайтын. Ең бірінші менде ол календар сияқты болады. Мысалы қаңтардың, сәуірдің, сол сәуір, қаңтар айларын календарын сызып жазып қоятын. Сол арқылы каждый день мысалы қанша уақыт сабақ оқудан, либо уже белгілі бір пландар істеп қойсаң болады, что ертесі не істейтінің сол жаққа жазып қойып жасайтын мен. Осы жерден мини совет или совет емес, лайфхак, то что мен осындай бөлек общий дәптер арнайтын, осы жерде ойымды және одан бөлек осындай календар сияқты графиктер, кестелер жасайтынмын. Не үшін бұл қажет десең, бұл арқылы сен біліп тұрасың өзің прогрессіңді, қанша сағат оқудың, қанша сағат қандай қажетін, осы келесі аптаға немесе келесі күнге. Сондықтан бұл өте маңызды менің ойымша. Одан бөлек по часам жасаған дұрысырақ, то есть күнделікті күніңді. Сағат 1-де не істейсің, сағат 5-де не істейсің, сағат 10-да не істейсің. Мен графикім осындай болатын примерно. Яғни көбінде көп уақытта әрине осы график бойынша жүруге тырысатынмын. Сабақ егер 11 сынып болғандықтан сабақ бар, сағат 1-де бітсе примерно, сағат 1-ден 2-ге дейін мен тамақ ішіп, киінесің, сол сияқты. 2-ден 3-ге дейін мен 1 сағат ұйықтап алатынмын. Всегда мен өзім рекомендация даже бередім, то что сабақтан келіп 1 сағат ұйықтап алсаң болады, Себебі, во-первых, шаршап келесің, еще ұйықтап алғаннан кейін кішкене энергия болады, қарай сабақ оқуың, содан кейін миыңа да көп информация кіре алады дегендей. Одан кейін сағат 3-тен 6-ға дейін бірінші сессия сабақ оқу болатын, яғни 3 сағат кететін. Әрине 3 сағат бесперерывно отырып жасамаймын, себебі бұл эффективность түсіреді. Обязательно естіген боларсың, немесе естімесең, помидор эффект деген нәрсе болатын. Яғни әдіс, 50 минут оқисың, 10 минут демаласың, 40 минут оқисың, 15 минут демаласың, немесе әртүрлі бар, 25 минут оқып, 5 минут демалады деген. Мен өзіме обычно қолайлы болатын 40 минут оқу етін, ары қарай 10 минут 15 минут демалу, обычно мен осылай істейтін. Бұл бірінші сессия болады. Одан кейін 6-тан 7-ге дейін кешкі тамақ, шай ішу, отбасыммен бірге. Одан кейін 7-тен 10-ға дейін немесе 11-ге дейін екінші сессия сабақ оқу болып басталады. Яғни, бұл жерде тоже помодоро эффектімен бірге жасайсың әдісімен. Не эффект, әдіс негізі. Одан кейін 10-нан 11-ге дейін
түнгі 10-11-ге дейін обычно вот просто демалу, сериал көріп немесе там сотка көріп любой нәрсе істесең болады негізі. Көріп тұрғандай вот в идеале осыны істесең жақсы негізі. Мен де көбінде түске тырысатын. Әрине адам болғандықтан әр кезде әртүрлі болады. Иногда нормально сабақ оқып үлгермейсің деген сияқты, уақыт жетпей қалады деген түнге шейін де отыратын кездер болатын. Бірақ көріп тұрғандай график бойынша ұйқы, демалыс, одан кейін социализация, яғни өзің отбасылармен бірге отырып не істеу, сабақтан бөлек нәрсе істейсің ғой былай айтқанда. Одан кейін сабақтың соңында өзіңе былай айтқанда демалыс бересің, то, что ты заслужил, либо заслужила, оқығаныңды 2 сессия істедің, сабақ оқудың. Сондықтан в принципе бәрі бар. Демалып аласың, ұйықтап аласың, сосын бөлек демаласың, істеген кезде соны істейсің түнге қарай. Почти ұйықтайтын кезде негізі. Көріп тұрғандай мен ерте ұйықтамаймын. Себебі мен өзім түсіндім, маған осы кешке қарай 9-10-8-дерде сабақ оқыған эффективный болатын мен өзім түсіндім. Сол кезде сабақ жақсы оқимын негізі, тез жақсы оқимын. Әркімге әрқалай негізі. Кейбір адамдарға әрине ерте тұрып оқыған дұрыс, ол да жақсы негізі. Бірақ мен өзімнің байқауым бойынша маған осы график жақсы келді. Сондықтан осы 2 график және кесте бойынша мен планировать ететім. Сондықтан надеюсь, идея тастадым, сен өзіңе қарай қолайлы қылып жасап аласың. Сосын айта кететін жер, бұндай график болғанның өзінде де сен жайлап білуің керек. Сол ай сайын болса да бұл қолайлы болды ма, маған деле мына жағын өзгертемін, мына жағын қалдырамын немесе алып тастаймын деген сияқты нәрселер өзің жасап тұру керек. Тек қана сен өзің білесің ғой, қандай график саған ыңғайлы болады негізі. Осы жерде айта салайын деп едім, менен мини рекомендация немесе лайфхак. То, что биологияны алсақ, мне кажется, любой предметтен алсақ, по разделам бөліп оқу, Обычно я не советую сразу олай істеуге, себебі 6-7 баста фундамент что было, себебі 6-7 сыныптардың кітаптары обычно андай оңай, түсінікті қылып жазылады да, сондықтан оны кітап бойынша оқи берген дұрысырақ, но мен обычно өзім істедім, может потому что менде уже уақыт аз болғандықтан, вот мысалы айтайық биологиядан, жасушалық биология деген бізде бөлім бар ішінде, немесе қоректену, немесе молекулалық биология деген сияқты бір разделдер болады, бөлімдер. И 10 сыныпта оның 13 параграф бар осы разделде. Ал 11 сыныпта бізде 4 параграф бар, скажем так, Екеуі бөлімдері, бұлай жасушалық биология деген разделде осы 2 сыныпта бар, және мынанша параграфтар бар. Осының примерно қанша күн кететінмен осы жерге жаздым. Примерно 2 күн деген. Әрине әртүрлі болады, кейбір параграфтар өте қиын, ұзақ уақыт кетеді, кейбір параграфтерге тез жасасаң болады. Соны примерно сен уақытыңды арнап негізі дұрыстап, немного примерно хотя бы планировать еткен дұрысырақ деп ойлаймын. Мен бұны жасадым көктемде, себебі уже уақыт аз болғанда 10 мен 11 сынып скорее всего қалды менде. Сондықтан осылай қосып жасай салғам, негізі эффективно болды айта аламын. Үшінші айтатын нәрсем бұл әрине қажу выгорание туралы айтқым келеді. Менде өзімде опытым бойынша 3 рет немесе 4 рет мини выгораниялар болып тұрды. Обычно негізі болады то, что стресс, негізі ұбт-ға дайындалып, сен не только дайындаласың, еще сен әртүрлі негативный сценарийді бастан кешіресің, сен ойланасың, көптеген негативный негізі ойлар келеді. И одан бөлек әрине отдых пен оқуда дисбаланс болған кезде обычно выгорание болады. Симптомдары белгілі негізі, то, что сен оқығың келсе де оқи алмайсың, оқығың келмейді, вообще ешқандай желание жоқ. Және де как будто сен информацияны оқып жатсың, бірақ миыңа кіріп жатқан жоқ сияқты. Сондықтан осындай барынша оқисың, бірақ тоже демалуды ұмытпаған жөн. Әсіресе бір апта мысалы 5 күн оқисың, одан кейін суббота-воскресенье бір күнде осы вообще ешқандай ентіға дайындалмайсың, ештеңе істемейсің. Тек басқа өзіңнің хоббиларыңа немесе любой жасаған келеді, сабақтан бөлек нәрсені істеген дұрысырақ, демалған дұрысырақ. Себебі выгорание болса, әрине эффективность тоже түседі. Сен қаншалықты оқысаң да все равно миыңа кірмеуі мүмкін. Сондықтан демалу өте маңызды болып табылады. Мен одан бөлек мен де демалып тұратынмын, және қосымша мен сериал көретін, любой өзіңе ұнайтын сериал көрсең болады. Скажем так, сен оқисың, одан кейін соңында сериалын көрсең болады, демаласың. Барынша планировать так, то, что сенің достарыңмен қыдырасың, бір жаққа тоже қыдыру, ол да жатады, бұл бөлек демалыс ретінде, бөлек хобби немесе өзіңе ұнайтын нәрсемен айналысқан тоже жөн. Ең соңғысы бұл саған айтқым келетіні, то, что басында
өте қиын, ыңғайсыз және ешқандай желаниең болмауы мүмкін. Но это из-за того, что сен бірінші рет любой мысалы алған предметті с нуля по сути бастайсың, оқисың және саған непривычно болады басында. Поэтому басында өте қиын, скучно даже болуы мүмкін. Но это не значит, что солай болады негізі. Басында болуы мүмкін әрине солай. Мысалы мен өзімде географияда бастаған кезде солай болған едім. Еще там географияның бірінші разделдеріме, бірінші там бөлімдері өте негізі скучный. Мысалы зерттеулер әдістері ғой дейме. Сын басында өте қиын болды. Мен істеп жүрдім мен, бірақ андай көп уақыт кететін, істегім келмейтін, скучный болатын вообще. Бірақ все равно понимаешь, что это важно, саған қажет екен одан бал алу, иә. Жайлап істей бересің. Со временем даже саған ұнайтын қызық бөлімдер болады, сен оны қызық жасайсың, иә. Қиын болмайды саған. Негізі советую тоже рекомендация берсем, мысалы, то, что ертерек тоже жазда, мысалы, 11-ші сыныптың басындағы жазда бастай берген дұрысырақ деп ойлаймын. Яғни сен сразу сол кезден жайлап бастайсың да, не обязательно сразу. Стажировка болады да, соны жайлап бастай бересің, план жайлап қоя бересің, өзіңе байға бастайсың. Кешке оқығаннан ма, азанда оқығаннан ма, немесе там өзіңнің ыңғайыңа қарай біле бастайсың, өз-өзің түсіне бастайсың, қалай жасасам маған эффективный болады деген сияқты. Материал тоже жинай бастайсың, иә, примерно общее представление бола бастайды да. Сондықтан жайлап бастаған дұрысырақ деп ойлаймын. Иә, 1 жыл бойы дайындаласың және ол өте қиын болған. Мен көп нәрсені саған үйрету мүмкін. Былай айтқанда, көп нәрседен мысалы общее представление біле аласың, өте жақсы негізі. Не только вот НТ-ға бал алу үшін, иә, а то, что сен көп нәрсені біле бастайсың. Географияны оқысаң, флаг, иә, әртүрлі страна, вообще мировая картаны сен білесің. Это өте маңызды на самом деле. Общее представление біле бастайды, иә, мемлекеттердің астаналары деген сияқты. НТ-дан бөлек сен көп нәрсені білесің, оқисың және ол өте, меніңше, осы жерде күш деп ойлаймын, иә. Өзің дайындалсаң да, өзің дайындалмасаң да білім алып үйреніп жатсың ғой, по сути, НТ-дан бөлек алсақ, иә, мысалы. Сондықтан иә, сол жағынан қарағанды дұрысырақ. Және де иә, план құрасың, жақсы эффективно істеуге тырысасың, бірақ бывает дни, когда сен ештеңе жасаған келмейді. Бывает дни, когда сен вообще не по плану жасайсың, планнан вообще қалып кетесің, дедлайннан, мысалы, мына уақытта мынанша жасауым керек, мынанша параграф оқуым керек еді, бірақ сен оқымайсың, поэтому екеуі қалып қалады келесі күнге, иә. Такое тоже бывает, и это тоже нормально, мен айтқым келген. И то, что иногда сен через силу оқисың. Музыка оқып қойдым, чтобы не сойти с ума. Географияда. Идеально ештеңе болмайды ол сразу, то, что бір күні мотивациям болып, қуанып, болашақ универ, болашақ мамандық бәрі туралы сен өте позитивно керемет ойлайсың, бірақ келесі күні наоборот болуы мүмкін. Адам болғаннан кейін әртүрлі жағдай, әртүрлі состояниеде боласың, сондықтан өзім артқа қарасам, қиын кездер әрине болды, жылайсың, сомнение ұстайды, бірақ көбінде я очень рада то, что мен өзім оқыдым, немесе дисциплина сияқты өз-өзіме оқыту жақсы дамиды, потому что сен кейін универге түскеннен кейін әрине курстар болмайды, сондықтан сен өз-өзіңе үйретуің керек болады, бәрін түсінуге тырысуың керек болады. Иә, мен ұбт-ға осылай дайындалдым, сондықтан надеюсь саған пайдалы нәрсе бердім, надеюсь саған белгілі бір идеялар тастадым. Қазір сен өзің ұбт жолында болсаң, соны баяндап берсең комментарияларда, мен өте оны қуана оқимын. Көргеніңе рахмет, өте көп. Келесі видеода кездескенше, пока.